Salamatsinlar balalar. Oturamiz. Кезекші кім? Кезекші. Күберіміз ба? Иә. Бәріміз күберіміз ба, иә? Отырамыз. Балалар көңіл-күйіңіз қалай бүгінгі? Жақсы. Онда ендеше балалар әр столдың артында стикер жасырылған. Сол стикерлерді таңдап аламыз. Қараймыз партамыздың артынан. Алдық па? Енді сол жердегі стикерлерді түстері арқылы топқа бөлінеміз. Тез бөлінеміз. Топқа бөліндік. Енді балалар әдеттегідей өзіміздің топ ережесін айтып өтсек. Айтамыз, топ ережесі қандай біз еске түсірейікші? Айтамыз, топ ережесін. Айтамыз. Қауіпсіздік ережесін сақтау. Иә, қауіпсіздік ережесін сақтау. Айтамыз. Белсенді болу. Белсенді болу. Өзгенің пікірін мұқият тыңдау. Өзгенің пікірін мұқият тыңдау. Және де айтамыз. Өз ойын ашық жеткізу, яғни балалар тобымызда біз әрдайым белсенді болуымыз керек, өзімізді және өзгені тыңдай алуымыз керек, Олай болса балалар, біз өткен тақырыпта қандай тақырып өттік? Ауа жану реакциясы. Тапсырмасы ауа жану реакциясын оқу еді. Кезіндегі бірнеше сұрақ қояйық. Соған жауап берсеңіз. Жердің айналасын не қоршап тұр дейді? Ауа қоршап тұр. Ауа қабаты. Ауаның құрамы және оның қасиеттерін зерттеген ғалым. Француз ғалымы Ауа құрамын қасиеттерін зерттеген ғалым. Жозеф Присли екен, балалар ұмытпадық па? Келесі сұрақ, ауаның құрамын ата. Айта ғой. Оттек, азот, инертті кальдар, көмірқышқыл газы.
78%, жарайсың. Оттек? Келесі сұрақ. Қоршап тұрған ауа хабар қалай аталады? Үшінші парта. Атмосфера. Жауап береміз, үшінші парта. Атмосфера, жарайсыздар. Өзіндік ауадан көмірқышқылға газ бөлініп қандай газ бөледі? Балауыз айтыңыз. Оттек газ бөліп шығады, жарайсың. Завод, фабрика, көліктер нені ластайды дейді? Ауаны ластайды, жарайсыңдар. Адам, жануар, өсімдік тіршілігіне не қажет? Ауа. Көлік жолдарын көтерілген шаң не арқылы тарайды? Ауа. Жану процесі қандай газ бөлінеді? Оттек газ, ерасыл, жарайсың. Жану процесі дегеніміз не? Жану процесі. Қалай жүреді жану процесі? Не бөлінеді ол кезде? Жылумен жарық бөлінеді, жарайсың. Оттың үш компонентін бар деген, үш құраушысы. Оттың. Білеміз ба? Қараймыз. Үш компоненті. Жылу, отын, оттек. Жылу, отын, оттек газ. Жарайды балалар. Енді балалар, біз сабағымыз бастамас бұрын мына видеоға назар аударайық, иә? Қазір қосып беремін. Лимон шырыны, сәйкесін және кейбір жемістер мен көкөністердің дәмі қышқыл, себебі құрамында қышқылдар. Күнделікті тұтынылатын сұйық тағамдардың көпшілігі қышқыл. Шайда, тері илеуде қолданылатын қышқыл, ал газдалған сусында көмір қышқылы бар. Олардың зияны жоқ, себебі бұл қышқылдар әлсіз. Күшті қышқылдар зиянды немесе тітіргендіргіш болады. Мысалы, тұз қышқылы. Күшті қойылтылған қышқылдар күйдіргіш болады. Мұндай қышқылдар металл мен теріге тисе, оларды зақымдайды. Сондықтан олармен абай болу қажет. Қышқылдық деңгей pH шкаласымен өлшенеді. Әдетте ол 1-ден 14-ге дейінгі аралықта болады. pH 7-ден төмен заттардың барлығы қышқылдар. Ең күшті қышқылдың pH 0-ге жуық. Қышқылдарды бейтараптандыра алатын заттар негіздер деп аталады. Негіздерге металл оксидтері, металл гидроксидтері не металл карбонаттары жатады. Көптеген негіздер суда ыдырамайды, яғни ерімейді. Мысалы, мыс оксиді. Суда еритін негіз сілті деп аталады. Натрий гидроксиді сияқты сілтілердің pH 7-ден жоғары. Әмбебап индикатор ерітіндісінің көмегімен кез келген сұйықтың қышқылдығын немесе сілтілігін тексеруге болады. Күшті қышқылдың түсі қызылға, су және қант ерітіндісі секілді бейтарап сұйықтың түсі жасылға, ал күшті сілтінің түсі күлгінге өзгереді. Әмбебап индикатор түстер гаммасын тудырады және оны pH шкаласын салыстыру арқылы нақты pH мәнін алуға болады. Ең қарапайым индикатор лакмус қағазы. Ол қышқылдар қызылға, ал сілтіде көкке боялады. pH бейтарап ерітінділер зиянсыз. Ал pH төмен күшті қойылтылған қышқылдар
жоғары күшті қойылтылған сілтілер күйдіргіш болады. Көрдік па балалар? Яғни бұл жерде не туралы айтылды? Қышқылдар және сонымен қатар индикатор бейтарап ортаны айтты. Қандай индикаторлар бар екен? Ол сілтілер балалар, қателеспейміз. Индикаторлар метил оранж, лакмус, фенолфталин индикаторлар бар, және сонымен қатар әмбебап индикатор жайында айтты. Яғни балалар, бүгінгі біздің сабағымыз дәптерімізді ашамыз, жазамыз. Бүгін 19-ы, я? 19-ы. Ашамыз, жазамыз. Тақырыбымыз табиғи қышқылдар мен белгілер және индикаторлар. Параграф 11-ші, я? Біз бүгін теория жүзінде өтеміз. Келесі сабағымыз зертханалық жұмыс болады, я? Теорияда білген білімімізді практикада көрсететін боламыз. Яғни балалар, бүгін біз қышқылдар мен зілтілердің сабындылық және қышқылдылық қасиеті болатынын білеміз. Және олардың, яғни жаңа айтып өткен индикаторлардың әртүрлі ортада түсінің өзгеруін білетін боламыз. Ашып, параграф 11-де дәптерімізге жазамыз. Жаздық па? Дәптерге жазамыз. Алдымызға дәптерімізге жазамыз. Болды па жазып? Мен алдарыңа парақ таратып, бағалау парақшасы. Әдеттегідей сабағымызда қолданып жүргенде бағалау парақшасына өз балымызды қоямыз. Аты жөні жазылған, сол жерге аты жөнімізді жазамыз. Жазамыз, аты жөнімізді жазып, әр тапсырма соңында дескриптор көрсетіп, сол бойынша бағалап шығамыз. Балалар енді қарайшы, жаңа видеороликте көргенімізді түйіндеу мақсатында мынандай тапсырма берейін сіздерге. Бірінші тапсырма, мына суретте көріп тұрған тапсырмамызды орындаймыз. Яғни бұл жерде қандай не берілген? Сілтіма, қышқылма. Тыңдаймыз. Сілтіма, қышқылма. Тыңдаймыз. Бірінші тыңдап алайық, да? Не қандай заттар берілген, олардың ортақ қасиеті бар ма? Қандай ортақ қасиеті бар және де мысал келтіреміз. Дәптерімізге орындайықшы осыны. Мына жерде біз не туралы айтып жатыр екен? Кәнесі дәптерімізге орындаймыз. Бірінші тапсырма. Қандай не? Қай топқа жатады? Қышқылма, сілтілер. Әлде? Жазамыз. Жүргізген құмырсқа қышқылы. Осыған жалпы осы ортадағы суреттің ортақ қасиеттерін жазамыз. Суретін салудың жазудың қажет жоқ, тек ортақ қасиетін жазамыз. Қандай ортақ қасиеті бар? Қандай орта екен бе? Қышқылды болды. Қышқылды. Сен қасиетін жазасың. Күйді. Болды па? Болған оқушы бар ма?
Türkiye'de temir, şıratlarda, metallarda, metallerde satılады және химияда көп қолданылады. Көп қолданылады. Қандай басқа мысал келтіре аламыз? Лимон, құмырсқа әзірлеуіш қолдан басқа. Алма, отырады. Болды па? Ал қосарыңыз бар ма балалар? Келесі суретке назар аударыңыз. Келесі суретте дәл осылай мысал келтіреміз. Жазамыз. Келесі сурет. Бәрі неге ұқсайды екен балалар? Күнделікті тұрмыста қолданылатын заттарымыз, иә? Жазамыз. Олар асырасына ағаш күлі деп. Оларды жаз. Баяқ тек қана қасиетін жазсаңдар да болады. Күйдіргіш болады. Денемізді күйдіреді, болса сасақ күйдіреді деген сияқты. Қасиетін айтып сілтілерде де сондай бір қасиет бар шығар. Ерекшелік бар. Мысал келтіреріз. Болдық па? Кім болды? Ерасы болдық па? Айталы үшін тақтадағы не екен? Суретіміз. Сүртілер, иә? Сүртілер ортада. Қандай қасиеті бар? Күлетті, тұш, қолданылығы болады. Және де денені түтіндіреді. Сосын? Және де денеге тиге аштады. Аштады, яғни күйдіреді, иә? Жарайсың отырады. Енді айтады. Бұлар сілтілер, адам денесін күйдіргіш, күнделікті тұрмыста қолдана аламыз. Сосын олар сонымен жұмыс істегенде қауіпсіздік техникасын қатаң түрде міндетті түрде қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Енді балалар, біз видеороликте паш жайында айтты, иә? Сілтілердің пашы қаншаға теңейді? 7-ден жоғары екен. Үшінші топ сілтілер тобы. Қышқылдардың пашы қандай екен? 7-ден төмен балалар. Қараймыз. Мұқият назар аударып қараймыз. Міне балалар, бірінші тапсырма бойынша енді біз бағалау парақшасына баға қояйық, да? Бағалап шығаршы. Дескриптор бойынша. Бағалау парақшасына бағалаймыз. Дескриптор бойынша. Қасиетін айта алдық па? Оларға мысал келтіре алдық па? Сол бойынша бағалап шығамыз. Болдық па бағалап? Бізден келесі тапсырма алдарыңа қосымша материал тараттық, иә? Сол кестені қолдана отырып, келесі тапсырманы орындаймыз. Сәйкестендіру дейміз. Сәйкестендіру қазір есімдерін көрсетемін. Wordwall сайтында тапсырма орындаймыз. Мына берілген заттарды сәйкестендіреміз. Пеш тазартқыш. Марат, айталғыш қаншаға тең екен? Пашы.
тазартқыш 12. 12 жарайды көрейік. Келесі сүт. Айым айта қой, сүт. Алдыға тен. Лимон шырына. Мұхаммед-Али айта қой. 2-ге тен. Терезе тазартқыш. 3-ші парта айтамыз. Ақша. 10. Шарап дейді. Көрейік. Адам қаны. Ағартқыш. Ағартқыш 12. Ма? Беш азартқыш жоқ. Шатасы шоғырда? Ауыстырамыз ба? Сірке суы. Сірке суы. Көшерді айтамыз. Сірке суы қаншаға? Нұрасы тұра ғой, тесін бұл. Нұрасы. 3-ке. Таза су. Айта ғой. 7-ге. Бұл барын білеміз, е? Тіс пастасы. 9. Қызанақ шырыны. 4-ге. Адам қаны бізде 7-де 4-ге дейін. Шараппен қызанақ шырынын ауыстырып алдық. Қағандары дұрыс емес. Алдарындағы материалдарды қолданып жазып алдыңдар ма? Енді осы қараңдар балалар, дұрыс жауабын көрдік, иә? Енді осы дәптерімізге өсу ретінде орналастырайықшы. 1-ден 14-ге дейін өсу ретінде ең бірінші не тұрады екен? Лимон қышқылы тұрады. Одан кейін ең соңында бізде не тұрады? Еш, тазартқыш тұрады. Тесер жазып аламыз, өсу ретінде. Дәптерлерді алып, тексеріп боламыз. Санымен, қайсы несінен тұрады, өсу ретімен жазып шығамыз. Сол сияқты жазып шығамыз. Біріншінен тұрады, екіншінен тұрады, соны жазамыз. Өсу ретінде жазамыз. Береді, балдар қара шатастырып берген, иә? Лимон қышқылы бірінші, одан кейін сірке суы жарайсың. Солай жазып шығамыз. Сабақ соңында дәптерлерін жинап аламын, тексеремін, иә? Өсулерді білетін жанымыз, иә, бәріміз, иә? Кішкентай саны үлкен санға дейін. Бәрі жас болса, онда балалар біз бағалаймыз, өзіміз бағалаймыз. Бағалау қарашасына балдарын қойып шығыңдар. Балық қойып шығамыз. Алдымызда қосымша материал тұр, иә? Міне, қараңдар. Бәрімізде мынандай берілген, иә? Яғни 0-ден 14-ге дейінгі түсті көрсететін класс шкаласында, иә? Осы класс шкаласының мәні бойынша біз заттардың қай ортаға жататынын біле алады екенбіз. Яғни
сілтілік па, қышқылдық па, және бейтарап па, қай топ екендігін біле алады екенбіз. Сол бойынша біз тапсырма орындадық. Енді тапсырманы өзіміз бағалап шығамыз. Бағалап болдық па? Болып қоя бәріміз. Келесі тапсырма бізде бір сөзбен түйіндеу әдісі. Тақтадағы сұрақтарға мұқият назар аударамыз және жауап береміз соған. Табиғи қышқылдардың қасиеті қандай? Ал сілтілердің ше? Табиғи қандай индикаторлар білесің? Қа шкаласы неше бөліктен тұрады? Олардың мәні нешеге тең? Қышқылдар ма? Сабақ барысында айттық я қасиеттерін, солай ма? Қышқылдар мен сілтілердің қасиетін айтып өттік па? Ал онда сұрағымыз қиын емес шығар, я? Бір сөзбен түйіндеу әдісі. Яғни бір сөз айтайықшы. Табиғи қышқылдардың қасиеті қандай? Тек бір біреу. Айта ғой. Ол күйдіреді. Күйдіреді. Айта ғой, күйдіреді. Мағжан, айта ғой. Бірінші күйдіреді деді, одан кейін Лимон ауызды ашытады. Сосын Паш қаншаға теңген? Айта қойшы. Денен түспіркендіреді. Пашын айтайықшы. Жеттен үлкен ба кіші ма? Жеттен кіші. Жетіден жоғары. Иә, отырамыз. Енді сілтілерге тоқталайық. Яғни балалар күйдіреді. Балалар енді қарайықшы. Осы қышқылдар мен сілтілердің қандай? Терісінің pH-ы 5-те 5-ке тең екен. 5-те 5-ке тең екен. Енді 5-пен 6 шамасында екен. Қышқыл мен сілті. Қышқылдар мен сілтілер денеге тисе түтіркендіргіш, күйдіргіш болады деді, я? Қышқылға бір күнделікті тұрмыста қолданатын бір мысал келтірейікші. Уксус кетеді. Жоқ, ал сілтігеші? Сілті қандай болады деді? Сабын сияқты болады деді, я? Сабын алайық жәрі. Енді қараймыз балалар. Қышқыл мен сілті бір-біріне қарама-қарсы затта болады екен. Яғни антоциттік заттар деп айтамыз. Антоцит дегеніміз не дедік? Антоним деген сөзден шыққанбыз, иә? Бір-біріне қарама-қарсы. Біз қышқылмен қолымызды күйдіріп алған жағдайда не істейміз? Сумен жуамыз, сабындап жуамыз, иә? Яғни қауіпсіздік техникасы дегеніміз осы, иә? Тез арада шарап қолданамыз. Түсіндік па? Екеуінің ортақ қасиеті бір-біріне ұқсас болып келеді екен, иә? Енді қарайықшы. Тақтада үшінші сұрақ не дейді? Қандай индикаторлар? Қандай индикаторлар? pH шкаласы неше бөліктен тұрады екен? 14-тен. Жоқ, 14 түстен тұрады балалар. Қарайықшы, қосымша материал бердім алдарда. Қанша бөлікке бөлікті? 3 бөлікке бөлікті. Қандай? Қышқылдық, бейтарап, сілтілік орта. Енді күшті қышқылдың мәні нешеге тең дейді? 14-ке тең. Жарайсың. Қой. Енді 14-ке дейді, иә? Күшті сілтінің мәні нешеге тең? 14-тен. Күшті қышқылдың мәні 1-ге тең, иә? Күшті сілтінің мәні 14-ге тең. Балалар, мен өзім шатасып кеттім. Одан кейін бейтарап ортаның мәні 7-ге тең. Ал 7,1 болса не болады екен? Сілті болады, иә? Тек 7 ғана ол 14-ге тең. 7 ғана бейтарап орта, яғни оған бізде таза су жатады. Таза су дегеніміз бізде балдар не емес, күнделікті ішетін суымыз емес ол.
Бізде химияда қолданылатын дистилленген су осы таза су болады. Таза су дегеніміз осы кәдімгі колонкадағы су ол бізде таза суға жатпайды. Оның құрамында бірнеше элементтер бар. Сол элементтердің бәрін тазартылған су дистилленген су деп аталады. Сол ғана, иә, таза су дегенге кәдімгі су бейтарап орта екен деп жүрмеңдер. Түсіндік па? Не түсінбей қалдық, балалар? Сұрағыңыз бар ма? Бағалау парақшасына жазамыз онда. Біз де жазамыз, қазір сабағымызға үлгермей қаламыз, иә? Біз бағалау парақшасына жазып шығамыз 3-ші тапсырманы. Бағалап болдық па? Балалар, онда біз телефонымызды алайықшы. Сендерге балалар Google формынан ссылка тастадым. Сол арқылы бүгінгі сабаққа өткен реакциямызды жібереміз. Сабақ маған ұнады, рефлексия, иә? Тез жібереміз балалар. Ашын бастақ болмауы. Басамыз. Ішінде біреуін таңдап жібереміз. Болдық па жібер, иә? Тез таңдап жібереміз. Балалар, жіберіп қойғандарыңыз бағалау парақшасында қанша балл жиналды, соны есептеп жазамыз соңғы несіне, графасына. Жазамыз. Кім қанша балл алды? Жазамыз. Кім қанша балл алды? Тез жазып шығамыз. Енді балалар, мен сендерден сұрайыншы, кім қанша балл алды, иә? Бірінші партадан кім айтады қанша балл алды? 9 балл алды. Қай жер түсінбей қалды? Бірінші тапсырманы түсінбей қалды. Шамалы ұқпай қалды, иә? Жақсы. Екінші топтан біреуін сөйлейікші, қанша балл алды? Айым, айтамыз ба? 8 балл алды. Сен қай жер түсінбей қалды? Бейтарап ортаны түсінбей қалды. Үшінші партада айтайықшы. Айтамыз тұр, балымызды айтамыз біреуін. Мағжан. Мен 9 балл алдым. 9 балл алдым. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырма, иә, сурет бойынша жерген тапсырма. Енді балалар, дәл оңыз қарасақ, олардың жалпы қасиетін анықтай алмай қалдыңыз, иә? Ол үшін біз зертханалық жұмыс жасаймыз. Келесі тапсырма.
сабақта зертханалық жұмыс жасаймыз. Сол кезде анық көретін боламыз. Жарайды ма? Біз осы теорияда алған сабағымызды келесі сабақта